Қытайдың рұқсатымен Тайваньның айғылы YouTube жүргізушісі Шығыс Түркістандағы Қашқарға кіріп концлагерлер туралы алған ақпаратын әлемге таратты. Шынында лагерлер бар, және оның масштабы үнемі кеңейіп келеді екен. Ең үлкен лагерлер екіге бөлінеді. Біреуі Шинжаңның солтүстігіндегі Қарамайлы қаласының айналасында, ал екіншісі Шинжаңның оңтүстігіндегі Такламакан шөлінде. Ол индустриалды аймақтармен қоршалған болатын. Шын мәнінде бұл индустриалды аймақ емес, олардың қабырғасы түрме сияқты көптеген тікенек сымдар қоршап тұрады. Қай жерде болмасын, еркіндік әр адамның құқығы. Адамзаттың бәрі бірдей. Бірақ бұл жерде олай емес. Мені ең көп мазалайтын нәрсе бұл жерде жүріп жатқан геноцид. Мен жергілікті адамдармен сұхбаттасқан кезімде ол исламға сенетін, тіпті мұсылманша фамилия есіммен жүру қауіп екенін айтады. Менің қолымнан ұстап жылады. Мен де көзіме жас алдым. Қытай Коммунистік партиясының шинжаңдықтардың шетелге баруына қатаң тыйым салған. Барған күннің өзінде де қайта оралсаңыз сізді лагерь күтіп тұр. Барлық мешіттерге ешкім құлшылық етуге рұқсат жоқ. Барлық араф жазулары тыйым салынған. Құран сияқты кітаптарды жинап алынған. Оны оқу, сақтау қатаң түрде шектелген. Егер кімнен осылар табылса, оған өлім қаупі бар. Онымен ғана қоймай, барлық таныс туған туыстары лагерге қамалады. Бұл жерде адамзатқа қарсы қылмыс жүріп жатыр. 所有的新疆人是不准出国的，你只要赶回来，你就会被送进集中营。他的弟弟被送进去之后就音讯全无了。所有的清真寺不准礼拜，所有的阿文都被禁止，然后所有的可兰经全部被没收。只要有被找到，你全家就不见了。肃清、再教育，你以为你希特勒吗？这种做法是不对的，真的。